Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі ерекше болып шығатын алма қосылған меренгалы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Пирогымыз өте оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызға қант қосып араластырамыз. Жұмыртқаның сарысын қосамыз. Бір келкі массы болғанша тағы да араластырамыз. Онымен разрыхлителімізді саламыз. Қолға жауыспайтын жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайындап алған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі кішірек болады, оны морозильникке, ал үлкен бөлігін холодильникке қойып қоямыз. Салмасына арналған алмамызды дайындап аламыз. Қант қосамыз, кукурузный крахмал, корица қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Формамызға сары май жағып шығамыз, қамырымыз жауыспас үшін. Және де қамырымыздың үлкен бөлігін жайып шығатын боламыз, бортик жасап жан-жақтарына. Салмасына дайындап алған алмамызды саламыз, бетін тегістеп жайып шығамыз. Алмамыздың бетіне қамырымыздың екінші бөлігін үккіштен өткізіп шығамыз. Енді меренгамызды дайындайтын боламыз. Ақуызымызды миксердің көмегімен араластырамыз. Ақуызымыз көпіре бастаған кезде қант ұнтағы мен қантты азыздан сала отырып миксерлейтін боламыз. Меренгімізді дайындаған кезде ескеретін жайт, ыдысымыз, миксеріміз барлығы құрғақ болу керек, су ештеңе тамбауы керек. Меренгімізді жақсылап араластырып, өз формасын ұстайтындай болғаннан кейін кукурузный крахмалымызды салып, тағы да араластырамыз. Меренгімізді пирогымыздың бетіне құйып шығатын боламыз, немесе кондитерлік пакетке салып құйып шықсаңыздар да болады. Мен осылай барлығын бірден құйып шықтым, және де жан-жақтарына барлығына тегістеп жайып шығатын боламыз. Пирогымызды 160 градуста 45 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады, дәмі ерекше болып әрі тез дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.